жоғары қарай бағытталады. Кешке батысқа қарай бұрылады. Сондықтан кішкентай етіп күнбағыс ектік. Сол күнбағысымыз осындай болып өсті. Күнбағысымыздан міне шемекімізден біздің міне еккен шемекі күнбағысымыз. Қолдармен тегістеңдер. Шемекін ал, Шаша. Шемекін ал. Екі біреуді, бір біле ал. Бір біле ал. Танетін ал. Салдың Шаша. Салды, бір біле сол. Мата. Жағып қоямыз күнде. Абай, біздің беліміздің Еккенімізге бүгін? екеумізде бірақ 5-ші күн. Иә, 5-ші күн болды. Біз барып гүлімізді, күнбағысымызды өлшеп көрейік та, неше сантиметр өсті екен. Жүре ғой. Біздің күнбағысымыз осындай болып өскен екен міне. Көрінді? Күнбағыстарымыз бүгін 5-ші күн, 5-ші күн дегенде осылай өскен. Келенді өлшеп қарайық. Сызғышты ала ғой. Міне. Күнбағысымызға былай қой. Біздің күнбағысымыз 5 күн дегенде 3 сантиметр жарым болып өскен екен. Жазып қойайық. Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Қуайдолла Камила Әділетқызы. Мен зерттеушімін. Байқауда күнбағыс күнге қарап неге бұрылады деген тақырыпта қатысып отырмын. Менің мақсатым күнбағыс өсімдігінің жарыққа қалай өсетінін бақылау. Мен күнбағыстарын құмыраға отырғыздым, су құйдым, терезе алдына қойдым, бірнеше күн бақыладым. Жарық бір жақтан ғана түссін деп, бір жағын жауып қойдым. Бір өсімдік күн түскен қай жаққа бұрылды. Менің қорытындым күнбағыс барлық өсімдіктерде күн жарықты жақсы көреді екен. Сондықтан ол
Сондықтан ол күнге қарай өседі екен. Назарларыңызға рахмет. Күнді шықты көргенде дүниеде қызады. Күн астында көрінді. Күмәсіз жүзәне. Сенің түстерінде күнде бетін болады. Сұрағының кескені тосады тұрады. Күнбағыс күнді жақсы көреді. Күнге қарап күледі. Күн шыққанда болады.